Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін карамельді алма, конфетпен оралған алма, карамельді, өте тәтті, балалық шақты еске түсіретін ерекше рецептпен бөлісемін. Аз ғана зат қажет, және тез, оңай, жылдам пісірілетін, істелінетін алманың карамельді түрі. Карамельді алма жасауға қажетті заттар: алма, қант, су, лимон, краситель және таяқшалар. Алдымен қантты құямыз, одан кейін үстіне су құямыз. Жақсылап тұрып ергенше 15 минутқа қойып қоямыз. Қантымыз ерігенше алмаларымызды таяқшаларға орнатып аламыз. Жақсылап орнатамыз, құлап қалмайтындай. Еріген қантымызды жай отқа қойып, жақсылап араластырып аламыз. 7-8 минутке қойып қоямыз, көпіршіктеніп, алтын түске боялғанша. Алтын түс шығып, және де көпіршіктенгеннен кейін 1 шай қасық лимон қышқылын, яғни лимонды сығып, үстіне құямыз. Көпіршіктеніп, алтын түстес болып шыға келді. Және осы түс шыққаннан кейін мұздай су, салқын суды алып, карамель дайын болғанын тексереміз. Міне видеодағыдай қатты болып карамеліміз шығу керек. Дайын болғаннан кейін оттан алып, 1 капелька краситель қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін тез арада, яғни суытпай, ептілік қажет етеді. Тез арада алмамызды, дайын болған алмаларымызды батырып шығамыз. Әр алманы өстіп батырып шығамыз карамельге. Бұл істе ептілікті, жылдамдылықты қажет етеді, себебі карамель жылдам қатып қалуы мүмкін. Егер карамеліңіз қатып жатса, қайтадан отқа қойып, ертіп алып, қайтадан алмаларыңызды батырып шықсаңыз болады.
Мына видеода көріп тұрғандай, менің сковородкам терең болмағандықтан, алма түгел батпағандықтан, карамельді үстіне қасықпен қайтып құйып шықтым. Осылай істесеңіздер болады, егер менікіндей сковородка болса. Астарыңыз дәмді болсын, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Вау, как вкусно! Каналыма тіркеліп, келесі рецепттерге көшейік.